Қайырлы күн, құрметті көрермен, Амаркетс Қазақстан YouTube арнасына қош келдіңіздер. Және бүгінгі видео барысында біз сіздерге дәл біздің сайтта қалай сауда жасауды бастауға болатынын, яғни MetaTrader 5 қосымшасын қалай өздеріңіздің компьютерларыңызға немесе ұялы телефондарыңызға орнатуға болатынын көрсететін боламын. Біріншіден, әрине де біздің веб-сайтқа тіркелген аккаунтыңыздың жалпы мағлұматтарын осында орнатып, өз аккаунтыңызға кіруге тиесілісіз. Әрмен қарай аккаунтқа кірген соң дәл осы бастапқы экранда сіздер үшін өте маңызды келесі жалпы жасайтын іс-әрекет, ол әрине де есеп шотты ашу. Біріншіден, мінекей біз көріп отқандай неше түрлі бізде 3 түрлі есеп шоттар бар, және мінекей жазылып тұрғандай осының арасында ең жалпы әйгілі болып жатқаны ол әрине де стандарт есеп шоты. Кредитті иықты да дәл осында таңдай аласыздар, бірден мыңнан бастап бірден бірге дейін. Әрмен қарай есеп шотты ашу батырмасын басқан сәтте сіздердің жазылған жалпы дербес пошталарыңызға осы есеп шоттың жалпы ақпараттары енгізілетін болмақ, жіберілетін болады. Яғни дұрыс нақтырақ айта кететін болсақ, дәл сол ақпараттар сіздерге әрмен қарай қажет болады. Себебі әрмен қарай сіздер жасайтын іс-әрекет ол әрине де көріп отқандарыңыздай дәл осы бетте жалпы MetaTrader 5 қосымшасын орнату. Біз көріп отқандай, көптеген платформаларға, яғни iPhone болсын, Android болсын, macOS болсын, бізге бірақ қызықтысы Windows платформасы. Дәл осы платформадан жүктеп аласыздар. Енді осы файлды ашып, әрмен қарай оны өзіңіздің дербес компьютеріңізға орнатсаңыздар болады. Бірақ мен бұл қадамды әрине де соңына дейін көрсетпеймін, себебі менде дәл қазір Амаркетс қосымшасы орнатылған. Дәл сол қосымшаны орнатып болған соң келесі сіздер үшін маңызды қадам ол әрине де өздеріңіздің есеп шоттарыңызды бұл қосымшаға қосу. Мінекей дәл осы бастапқы бетте файл батырмасын басып, подключиться к торговому счету деген батырманы әрмен қарай басасыздар, және дәл осы жерде логин және оның құпия сөзі сіздерге пошта арқылы жіберілгенін естеріңізге сала кетейін. Мінекей мына бетте жазылғандай пошталарыңызға жалпы осы ақпараттар жіберілген, оны осы бетте енгізіп окей батырмасын басып, жалпы дербес компьютер арқылы өздеріңіздің саудаларыңызды бастауға мүмкіндіктеріңіз пайда болады. Ал ұялы телефонда қалай бұл іс-әрекетті жасай аламыз деген сұраққа беріліп жатқан болсаңыздар, қадірменді көрермен, iOS платформасында сіздер үшін бұл іс-әрекет қалай жасалатынын да дәл осы видеоға қосатын боламын. Жалпы есебімен сіздер үшін бірінші маңызды қадам ол әрине де App Store платформасына кіру, және дәл осы App Store платформасында сіздер түсініп отқандай Amаркетс деп мінекей енгізіп оңай түрде біздің қосымшаны таба аласыздар. Оны біріншіден әрине де жүктеп алу қажет. Жүктеп алғаннан кейін өздеріңіздің аккаунттарыңызды енгізген сәтте дәл сол ақпараттардың барлығы сіздерде пайда болатыны сөзсіз анық. Сондықтан көреміз қалай болатынын. Әрмен қарай дәл осы видео барысында мен сіздерге қалай бұл қадамды жалғастыруға болатынын түсіндіретін боламын. Әрмен қарай ұялы телефонда да бұл қосымшаны қалай орнатуға болатынын мен сіздерге көрсетемін. Бұл қадамдар оңай. Біріншіден енді әрине де App Store'ға кіріп, бер жақта Амаркетс деп іздеу бөлімшесіне енгізіп, download батырмасын басып, оны өзіңіздің ұялы телефоныңызға жүктеп аласыздар. Әрмен қарай болса, дәл осы қосымша телефондарыңызда пайда болған сәтте оны ашқан жағдайда әрмен қарай менде аккаунт бар деген батырманы бассаңыздар болады. Дәл осы аккаунтыңыздың жалпы есебімен айтқанда ақпараттарын енгізіп аккаунттарыңызға кіруге тиесілі боласыздар.
өз аккаунтыңызға кірген соң мінекей біз ашқан есеп шоттары дәл осында пайда болады, және ұялы телефон арқылы да сіздерде жаңа есеп шотты ашуға мүмкіндіктеріңіз бар екенін айта кетейін. Және біз көріп отқандай мінекей дәл осы ақпараттың барлығы да сіздердің посталарыңызға жіберілетін болады. Яғни дәл осы есепшотты ашу процедурасы жалпы есеппен айтқанда компьютер болсын, ұялы телефон болсын, екеуінде де бірдей. Дәл сол ақпараттарды енгізген соң мінекей ортада тұрған торговля деген батырманы басып, дәл осы сәтте жалпы есеппен айтқанда есепшоттың ақпараттарын енгізуіңіз тиесілі. Дәл соны енгізген соң сіздерде жалпы есебімен айтқанда негізгі жалпы трейдинг жасайтын парақшаңыз ашылатын болады. Сондықтан ешбір қиыншылықтар жоқ. Ұялы телефон болсын, дербес компьютер болсын, екеуінен де есепшотқа қосылуда ешбір қиыншылықтар жоқ, қадірменді көрермен.